мынадай үлкен экранға шығаруға болады. Және сонымен қатар кез келген телевизорге екінші осының қосымша тіркейтін декодері бар, қабылдайтын, сигналды қабылдайтын. Және ағылшыннан қазақшаға, қазақшадан ағылшынға аударуға болады да, осы тұрған дүниені мысалы бір мезгілде шығаруға болады. Тек қана мынаның өзімен ғана жұмыс істеуге болады, басу арқылы дыбыс режим. Дыбыс режим болса, тек қана мынаның өзімен ғана жұмыс істеуге болады. Ал енді үлкен экранға шығару керек болатын болса, екінші мынаның бейне режиміне ауысса да, сол кезде мұндағы тұрған нәрсенің көгілдір аспан бір жаққа шықты. Дәл осындай компьютерге де, кез келген компьютерге флешка арқылы шығарылады. Енді бұның әрқайсысында жеке-жеке авторлық музыка жазылған. Мына түрлі түсті суреттердің барлықтары осымен тұтастай бір балабақшада тұтастай бір ұжым жұмыс істеді. 20 шақты адам жиналып алып, күні-түні осыны зерттеу арқылы балалардың ерекшелігін ескеріп отыр. Біз осыны енді мектеп жасына дейінгі балаларға жасадық. Олар оқи алмайды. Ал ендігі жерде біз осыны мектеп жасына дейінгі бастауыш сыныптардағы алғашқы соны қазір жалғастырғалы отырмыз. Бір мезгілде мысалға шаңырақ ары қарай келіп барлықтары осыны барлық мысалға алпыстың барлықтары музыкамен қамтамасыз етілген. Мысалға мынау. Әжем сырмақ сырады, әдетімен күндегі. Қарап отырсақ, енді екінші бір ерекшелігі балалар осы қаламды пайдалану арқылы сөйлем құрастыра алады. Ең бірінші сұрақты қойғызады, ары қарай өзі тауып басқан кезде өзі жауап береді. Қысқасы, бұл тілді білсе де, білмесе де барлық орыс немесе қазақ балабақшаларындағы тәрбиешілерге өзінше жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін осындай сиқырлы аталуының сыры да осында деп ойлаймыз. Сондықтан осының нәтижесінен біздің елімізге, мемлекетімізге, қаламызға үлкен нәтиже алып келеді. Қазақтың тіліне, мәдениетіне деген жұрттың сыйластығын арттырады деген ойымыз бар. Осыны жасаушыларға барлығымыздың атымыздан новое решение ұжымына және бүгінгі мынадай анимациялық фильмдер жасаған мынау Артур және Игорь Краус бауырларымызға алғысымызды айтып, бүгінгі баспасөз мәслихатымызды осымен тамамдасақ. Рахмет.